Сәлем достар, Асылжан асханасына қош келдіңіздер. Бүгін өте оңай жасалатын апельсинді рулет дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, лүпіл басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен бір апельсинді қалыңдығы 1 см болатындай етіп, жұқалап тураймыз. Су мен қантты араластырып, үстіне апельсиндерімізді салып, апельсин жұмсарғанша отта ұстаймыз. Жұмсарған апельсиндерді пергамент қағазына салып, апельсиндерімізді құрғатып сүртіп аламыз. Қоржыға керекті заттардың барлығын миксермен араластырып, біркелкі консистенция болған соң апельсиннің үстіне құямыз. Рулет біркелкі болып шығу үшін массамызды тегістеп шығамыз. Бисквитті 200 градус қызып тұрған пеште 10-15 минутқа дайын болғанша жібереміз. Клейгейдің үстіне қант қосып, миксердің жылдамдығы жоғарылата отырып, клейгейіміз толықтай қоюланғанша араластырамыз. Бисквитіміз дайын болған соң, ыстық күйінде бірден орап, бетін жауып қоямыз. Ең соңғы штрих, рулетке кремді жағып, домалақ етіп ораймыз. Рулеттің ішіне кез келген жеміс-жидекті салсаңыз болады. Мен осылай қалғанын жөн көрдім. Мінекей біздің апельсинді рулетіміз дайын. Рулет өте жұмсақ, әрі дәмі ерекше болып шығады. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын. Келесі көріскенше сау саламатта жолығайық.